Балалар, көңіл күйлерің қалай? Жақсы, керемет, тамаша. Жарайсыңдар балалар. Балалар, біз қандай ұлттық ойын түрлерін білеміз? Сақина шашыру. Сақина шашыру, дұрыс айтасың. Тақия тастамақ. Тақия тастамақ. Қанталапай. Қанталапай. Қыз ұл. Жарайсыңдар балалар. Асықпен ойнайтын қандай ойын түрлерін білеміз? Қанталапай, асығату. Дұрыс айтасың. Балалар, бүгін біз қанталапай ойын ойнаймыз. Ойынның шарты не сендер түсіндіріп өтейін, иә? Кәне мұқият тыңдаймыз. Мына менің қолымдағы қоржын, қоржынның ішінде бірнеше асық бар. Осы асықты жерге төккен кезде барлығымыз таласып бөліп аламыз. Ішінде бір қызыл асық болады. Бұл қызыл асық хан асығы деп аталады. Осы қызыл асық кімнің қолына түседі, сол бала ойынды бірінші болып бастайды. Ойын шарты түсінікті ме? Иә. Ойын шарты түсінікті болса, балалар, ойынымызды бастайық. Иә. Талапай. Балалар, асықты түгем, кәне алға асығайық. Кәне, хан асығы кімде, балалар? Жарайсың, тамашада екен қызыл асығымыз, хан асығымыз, иә? Кәне, кімде қанша асық? Кәне, санап шығайық. Тамаша, сенде неше асық? 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың. Айқа, сенде неше асық? 1, 2, 3. Тамаша, 3 асық екен Айқанда. Сәпия, санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Тамаша, Сәпияда 6 асық екен. Олай болса, балалар, қолымыздағы асығымызды бір тізбектің бойынан тігіп шығайық. Кәне, көмектесейсіңдер. Балалар, біз жаңа қанталапай ойыннан ұтып алған асықтарымызды бір сызықтың бойына тізіп шықтық. Енді осыны жаңа бізде хан асығы кімде болды? Апайымде. Тамаша, сол хан асығымен тізіліп тұрған асықтарды атасына қанша асық құлатсаң, сонша асық сенің ұпайың болып саналады. Сол асықты сен өзіңе алып аласың. Ал егер ешқандай асықты құлата алмасаң, мен саған сұрақ қоямын, сен сол сұрақтарға жауап бересің. Түсінікті ме? Кәнекей, бастай ғой. Жарайсың, тамаша. Ала ғой. Екеуін ала ғой. Қызылды ала ғой. Алихан, сен ата ғой. Алихан, сен ешқандай асыққа, хан асықты тегізе алмады, иә? Ендеше мен саған сұрақ қоямын. Қазақстан Республикасының рәміздерін аташы. Әнұран. Жарайсың, керемет. Кәне, Нұрислам, ата ғой. Жарайсың, тамаша, ала ғой ұпайлардың өзіне. Біз 2 асық қуаттық, иә? Нұрисламда 2 ұпай. Сәпия, бастай ғой. Хан асық. Сіз тұрған асыққа жетпей қалды. Сәпия, біз қандай мемлекетте тұрамыз? Қазақстан мемлекетінде тұрамыз. Мусима, кәне ата ғой. Бізде ешқандай асық құлаған жоқ, иә? Ендеше мен саған сұрақ қоямын. Біздің ұлтымыз қандай? Біздің ұлтымыз қазақ. Жарайсың, дұрыс айтасың.